Бәріне сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, ауызда еритін тирамису десертін дайындайтын боламын. Пешті алдын ала 160 градуста қыздырып қоятын боламыз. Ең алдымен савоярди печеньясын дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге комнатный температурада, яғни жылы жұмыртқалар керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ақуыз мен сары уызын бөліп алатын боламыз. Біздің миксерлейтін ыдыстарымыз құрғақ әрі таза болу керек. Ең алдымен ақуызымыздың үстіне шым-шым тұзымызды салып, 1-2 минут орташа жылдамдықта жақсылап миксерлеп аламыз. Келесі ванильный сахар салып, осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң қантымызды аз-аздан салып, миксерлеп аламыз. Қантымыздың барлығын салып болғаннан соң миксеріміздің жылдамдығын жоғары қойып, жақсылап ағарғанша миксерлейтін боламыз. Міне біздің ақуызымыз дайын. Осындай өзінің формасын ұстай алу керек. Ыдысымызды төңкергенде түсіп кетпейтіндей. Келесі бөліп алған сары уыздарымызды біртіндеп салып, өзара жақсылап миксерлеп аламыз. Міне екінші сары уызымызды салып, 3 немесе 4 минут жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Келесі електен өткізілген ұнымызды аз мөлшерінде салып, лопатканың көмегімен, осылай мен сияқты немесе венчиктің көмегімен араластырып алсаңыздар да болады. Осылай жоғары төмен араластырып аламыз. Бұл жерде ұнның барлығын салып жібермейміз және миксер пайдаланбаймыз. Осылай лопатканың көмегімен жақсылап араластырып алуымыз керек. Міне біздің тестамыз дайын. Келесі осындай кондитерский мешокқа қойып, формаларымызға жағастырып шығатын боламыз. Басын қашымен кесіп, осылай қойып шығатын боламыз. Бұл жерде жақсы пергамент қағазын пайдаланыңыздар, себебі жабысып қалуы мүмкін. Біздің печеньяларымыз өте нәзік. 160 градуста 8 немесе 12 минутта пісіріп аламыз. Бетіне кішкене сахарный пудра салып, міне біздің печеньяларымыз дайын, өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Келесі креміне кірісетін боламыз. Бізге жұмыртқа, творожный сыр және қант керек болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, жұмыртқаның ақуызы мен сары уызын бөліп алдық. Бөлек ыдысқа. Ыдыстарымыз таза, құрақ болу керек. Жұмыртқаның ақуызына шым-шым тұзымыз салып, осылай көпіргенше ағарғанша миксерлеп аламыз. Келесі қантымыздың жартысын салып, миксердің жоғарғы жылдамдығында жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне біздің ақуызымыз дайын. Төңкерсек, түсіп кетпей өз формасын ұстап тұр. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Келесі жұмыртқаның сары уызына қалған қантымызды салып, 4-5 минут ағарғанша жақсылап жоғары жылдамдықта миксерлеп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің жұмыртқаның сары уызы дайын. Үстіне творожный сырымызды салып, өзара орташа жылдамдықта жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Құрамы мен мөлшерін описаниеден таба аласыздар. Міне біздің жұмыртқамыздың сары уызы мен творожный сырымыз дайын. Аз мөлшерден осылай аз қасықтың көмегімен жұмыртқаның ақуызының үстіне салып, лопатканың көмегімен барлығын біріккенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне осылай асықпай жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне біздің креміміз дайын. Келесі кофеміздің үстіне қайнаған суымызды қойып, осындай пропитка дайындап алатын боламыз. Міне осындай формада дайындайтын боламыз. Десерттерімізді ең алдымен кремімізді жағамыз. Содан соң печеньямызды бөліп, какаомызға аунатып, креміміздің бетіне қоямыз. Келесі кремімізді жағып, тағы да печеньямызды сындырып, осылай кремнің бетіне қойып
сәл басыңқырап, келесі кремімізді жағамыз. Печеньямызды бөліп, кофемізге аунатып, кремнің бетіне қойып шығатын боламыз. Келесі кремімізді жағып, үлкен қасықтың көмегімен осылай барлық жағына түзетіп шығамыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жасасаңыздар болады. Ең алдымен крем, содан соң печеньяны кофемізге аунатып, креміміздің бетіне қоямыз. Содан соң кремімізді жағып, осылай жасайтын боламыз. Осы тирамису десерті итальяндық десерттердің бірі болып саналады екен. Міне соңында осылай үлкен қастың көмегімен кремімізді барлық жағына жағызып шығатын боламыз. Міне біздің десерттеріміз дайын. Келесі бетіне посыпка дайындайтын боламыз. 2 ас қасық сахарный пудраның үстіне 1 ас қасық какаомызды салып, жақсылап араластырып, ситаның көмегімен десерттеріміздің бетіне осылай сеуіп шығатын боламыз. Оның үстіне 1 ас қасық какаоны ситамызға салып, осы тирамисуымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің десерттеріміз дайын, өте дәмді, нәзік болып шықты. Үйде жасап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!